12 мамыр сыныптан тыс қазақ тілінен зат есімдер туралы тақырыпта сабақ өттім. Алдымен балалармен амандасып, түйінделіп, көңіл күйлерін сұрадым. Тақырыпты ашу үшін зат есім дегеніміз не деп сұрақ қойылды. Әр жауаптан кейін бағалап отырдым. Зат есім жайында видеоролик жіберіліп, сол видеороликте керекті деректерге мұқият назар аударуын ұсындым. Және әрбір айтылған өз ойларынан кейін менде міндетті түрде бағалау болды, және де сол видеороликте көрсетілгенде тест сұрақтарын жібердім. Тест сұрақтарына бірге жауап беріп бағаладық. Екіншісі, зат есімнің сұрағын тап. Кім, не? Бұл жердегі зат есім бесік. Жалқы есімді тап. Бұл жердегі жалқы есім алатау. Зат есімнің сұрағы яғни кім, не? Жалпы есімді тап. Оқулық. Жалқы есімді тап. Алатау. Жалпы есімді тап. Оқулық. Осылайша тест сұрақтарын жауаптарын бірге таптық, және балалар білетіндей зат есімнің жекеше және көпше түріне де тоқталдым. Видеороликте әңгіме ретінде жіберіп, өз ойларын сұрадым. Зат есімнің көпше түрі лар, лер, дар, дер, тар, тир жалғауларының жалғануы арқылы жасалады. Бұл қосымшалар көптік жалғау деп аталады. Мысалы, құс, құстар, дәрі, дәрілер, шырша, шыршалар. Зат есім көпше және жекеше болып екіге бөлінеді. Көпше зат есімнің сұрақтары кімдер, нелер. Жекеше зат есімнің сұрақтары кім, не. Осылайша балалар біраз шаршаған болса, сергіту сәтін жібердім. Біраз шаршаған болса деп сергіту сәтін орындатқыздым. Орындап болғаннан кейін әдеттегідей тапсырмаларға кезек берілді. Көпір тапсырмаларын заттың атауына, санның атына, қимылдың атауына және сының атауына қатысты қай қатар сәйкес келетінін белгілеп шығыңдар деп тапсырма бердім. Және ол тапсырма орындалып, бағаланып болғаннан соң зат есімді байланыстырып, осы берілген суретке қатыстырып әңгіме құраңдар дедім. Кірпір жабайы аң, ол орманда өмір сүреді. Оның қорғаныс тікенектері бар. Жануар қауіп төндіргенде ол тікенектерінің арқасында құтылып қашып кетеді. Осылайша әр айтылған жауаптың артынан бағалап отырдым. Және сабақты аяқтап үйге тапсырма ретінде тест тапсырмаларын орындап жазуын өтіндім. Берілген мәліметтердің барлығын презентация арқылы жинақтап жібердім. Және сабақ соңында кері байланыс болды.